Алматыда жыл басынан бері мемлекеттің қолдау арқасында 440 бизнес жоба іске асып жатыр. Оларға жалпы сомасы 61 миллиард теңге бөлінді. Кәсібін одан әрі кеңейтіп, дамытам деушілер үшін жеңілдетілген несиеде тұрақты беріліп келеді. Мәселен, биыл шағын және орта бизнесті субсидиялау, кепілдендіру және несиелеу үшін республикалық және жергілікті бюджеттен 70 миллиард теңге бөлінген. Бұл желдету және климаттық техника шығарумен айналысатын зауыттың негізі 2012 жылы қаланған. Қазір кәсіпорын өнімдерін орталық Азия, Ресей мен Үндістанға шығарады. Ал ішкі нарықтың 70%-ын қамтамасыз етіп отыр. Когда мы говорим о господдержке, Қазір біз 180 адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отырмыз. Жылына 41 мың данадан аса техника шығарамыз. 50 инженерді шетелдің озық зауыттарында оқыттық. Мұның барлығы әрине мемлекеттің қолдауы арқасында жүзеге асырылып жатыр. Мемлекеттен жеңілдетілген несие алып шаруасын дөңгелетіп отырған бұл кәсіпорын 2021 жылы іске қосылған. Түрлі хош иісті су шығаратын компанияда 40-тан аса маман еңбек етеді. Жылдық тауар айналымы 600 миллион теңгеден асады. Дайын өнімді ішкі нарықтан бөлек экспортқа да шығарады. Жеңілдетілген 2%-ық несие алған болатынбыз. Солар арқылы біз өндірісімізді 3 есеге асырдық. Жұмыс орындарды көбейттік. Несиенің арқасында біз Европа елдерінен сапасы жағынан жоғары шикізаттарды алып, қолжетімді бағада осы өнімдеріміз шығара бастадық. Жергілікті әкімдік тарапынан шағын және орта бизнесті дамыту мақсатында бірыңғай кешенді бағдарлама әзірленген. Атап айтсақ, кәсіпкерлер Алматы бизнес 2025 және жаңа бизнес өңірлік бағдарламасы арқылы жеңілдетілген несие ала алады. Қуан Нұрақын, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық арнасы, Алматы.